Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен in және into шылауларының айырмашылықтарын үйренетін боламыз. In, into. Ал кеттік. In бір зат, бір нәрсенің ішінде болса, біз in деп айтамыз. Мысалы үшін, мына жерде the ball in the box. Доп қораптың ішінде. Доп қораптың ішінде тұр, ол сол жерде қозғалмайды. Сол жерде тұр. Яғни ол ішінде екенін бізге информация беріп тұр. Into болса throw the ball into the box. Аудармасын қарасам, допты коробкаға қарай лақтыр дейді. Яғни бұл жерде into дегеніміз соған қарай, соған бағыттап, коробкаға сал, допты себетке сал, немесе ол үйге кіріп келе жатыр. He's coming into home. Ол үйге қарай кіріп келе жатыр. Яғни in деген ішінде болса, into болса, ол ішіне қарай, соған қарай әрекет етіп жатыр, жылжып жатыр. Тұрып тұрған жоқ бір орында, қимылдап жатыр, Мына жерде стрелка тұр, бағытталып жатыр. Соған қарай жайлап қимылдап жатыр. Соны біз into деп айтамыз. Мысалы үшін қарасақ, in мына жерде. Бұл жерде жай ғана The dog walked in the garden. Ит бақшада серуендеп жүр. Ол қайда серуендеп жүр? Бақшаның ішінде, уже ол бақшаның ішінде, паркте, бақшаның ішінде жүр уже ол. Уже ол сол жаққа барып қойған. Демек, біз оны in дейміз. Ал мына жерде қарасақ, the dog walked into the garden деді. Мына ит бақшаға қарай бара жатыр дейді. Бара жатыр, сол жаққа қарай бара жатыр. Әрекет етіп жатыр, жылжып жатыр, процесс болып жатыр. Яғни сол ішке қарай, сол бір нәрсенің ішіне қарай жүруді біз into десек, in дегеніміз соның уже ішінде деген мағынаны білдіреді екен. Болды. In ішінде болса, into ішіне қарай жүру, ішіне қарай лақтыру, ішіне қарай бару, сол жаққа қарай кіру, сондай мағынаны білдіреді екен. Өздеріңіздің нұсқаларыңызда комментарийға жаза кетіңіздер, достар. Оқыған адам әрқашан озады. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, білімдеріңіз